Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ғажайып су бұрқақ. Тема сегодняшнего урока – чудесный фонтан. Бүгінгі сабақта берілген тірек сөздер негізінде сөйлеп үйренесіңдер. Анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындайсыңдар. Мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар құрастырып және оған жауап бересіңдер. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Мәрмәр тас, мрамор. Субұрқақ, фонтан. Киіз үй, юрта. Ұқсайды, похож. Жаңа сөздермен сөйлем құра. Субұрқақ, қызғылт түс, мәрмәр тас. Субұрқақ мәрмәр тастан жасалды. Субұрқақ қызғылт түсті. Екінші тапсырма. Тыңдалған мәтінде қай сөз тіркестері кездесті? Белгіле. Второе упражнение. Послушай текст. Какие словосочетания встречаются? Отметь. Алматының ортасында шығыс күнтізбесі субұрқағы бар. Маған шығыс күнтізбесі субұрқағы ұнайды. Субұрқақ жобасының сәулеті киіз үйге ұқсайды. Субұрқақта 12 жануардың мүсіні бар. Мүсіндердің түсі қызғылт. Өзіңді тексер. Проверь себя. В тексте были такие словосочетания. 12. Шығыс күнтізбесі. Түсі қызғылт. Алматының ортасы. Киіз үйге ұқсайды. Маған ұнайды. Үлкен субұрқақ. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Мәтін бойынша сұрақтар құрап айт. Третье упражнение. Прочитай текст и по тексту составь вопросы. Керекті сөздер, нужные слова. Чтобы составить вопросы, нам нужно знать вопросительные слова. Қанша, сколько, қандай, какой, кімдер, кто, неге сәйкес, чему соответствует. Енді мынау сұрақтарға жауап бер. Теперь ответь на эти вопросы. Алматыда қанша субұрқақ бар? Олар қандай? Саған қандай субұрқақ ұнайды? Шығыс күнтізбесі неге сәйкес жасалған? Сәулетшілері кімдер? Жарайсыңдар балалар. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.